Дәл бүгін анаға алып барар жолдың алыстығын түсіндім. Алыста қалған туған ауылым, қара шаңырақ. Сол шаңырақта әкешім жаққан отты өшірмей, үйдің берекесін келтіріп отырған әппақ анам. 10 балаға жарық дүние сыйлап, қатардан кем қылмай өсірген асылым. Кезінде бұрымы беліне оратылған, толықсыған әппақ ару, бүгінде бейнет пен зейнетті бастан кешкен, күйбең тіршілікпен күн кешіп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ардақты жан. Әкемді алсаң ал Құдай, шешемді ғой, шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой деп, жазушы Бердібек бекер жазбаса керек. Қазақтың қара кемпірінің жыры бекер шығармаға арқау болмаса керек. Себебі ананың қадірі жоғары. Анашым, қанша көктем, қанша жаз, қанша қыс, қанша күзді артқа тастасаң да, перзенттерің үшін құрметің тым биікте. Біз үшін өмірің де, көңілің де, жүзің де әлі жас, ғұмырлы болыңыз.